банктың пайызынан ұтылды ма? Ұтылды. Көліктің сол кезде 18 миллионға алған көлікті күні кеше бағаласа 8 миллион, 7 миллионға түсіп қалды. 50%-дан түсіп қалды баға. Банктік пайыздан бір ұтылды, көліктің құнынан 2 ұтылды. Анандай көлік мініп жүрсің, жаңадан мініп жүрсің, 15 миллионның көлігін, 20 миллионның көлігін мініп жүрсің. Ондай көлік мініп жүріп, қалай ақшаң жоқ сенің? Жаңағы бензинге ақшаң жоқ, майға ақшаң жоқ десем, братан, кредитке алдық қой дейді. Такси қызметінде жүрміз ғой дейді. Өзім талай жігіттермен сөйлесем. Жарайды, кредитке алдың, қанша жыл қалдың? 7 жыл қалдың. Қанша жыл төледің? 1 жылын төледім дейді. Сонда ішім удай ашиды дейді. Өздері ойындайды. Қазір бір үйде 2-3 машина бар. Әйелінде, өзінде, баласында, атасында, енесінде деген сияқты. Бас-басына машина бар. Маңайда парковкада, паркингта орын жоқ. Мәселе бізде. Біреу құйып кетсе, соған өзімдікін дәлелдеймін деп анаған барып сигнал басып, боқтасып, тоқтайғап, қазір ол 90 жылдардың заманы емес. Қазір сен қанша денсаулығың сенсе де біреуді ұршы сен, маңайда камера не за что сотталып кет. Менде мынадай сөз бар, жиі айтатын сөзім бар, осы жерде жазып қоюға болады. Мәселені керісіп емес, келісіп шешу керек. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бүгінгі біздің подкаст студияның қонағы Санат Нұрбай, авто сарапшы, менің әріптес бауырым Сәке, қош келдің. Рахмет. Өзіңді соңғы уақыт емес қой, бір 2-3 жылдың көлемінде авто сарапшы ретінде қарап жүрік. Әсіресе қазақ тілді ортада сенің сараптамаларың мықты. Жалпы біз осыдан 1 жыл, 1,5 жыл бұрын мүлде ойлаған жоқпыз. Авто нарық құлайды, авто көліктердің бағасы төменге ылдилап құлайды, немесе жаңағы жылжымайтын мүлік қымбаттайды, арзандайды деп ойлаған жоқпыз да. 3 ұйықтасам түсіме кірген жоқ деген сол сияқты болды да. Өкінішке орай, нарық үшін өкінішке орай, бірақ халық үшін ол пайдалы да, баға түсіп жатыр. Бұның себебі не деп ойлайсың авто сарапшы ретінде? Енді оны өкінішке орай деп айтудың қажет жоқ. Бұған дейін рас сіз айтқандай адамның түсіне көрмейтін, керісінше біз өзімізде болдық. Жалпы қай қазақ болсын, көлік алса бір жыл айдағаннан 2 жыл айдағаннан сатқысы келген үстінен пайда көретін еді. Тіпті көз алдымызда, тіпті Camry көліктердің, енді оны айтпай қойық, бағасы ай санап өсетін. Сондықтан енді бір алып сатарлар үшін ғана өкінішке орай шығар. Жалпы қазақ үшін бұл керемет бір таптырмайтын мүмкіндік болды. Шүйіктаса түсіне көрген жоқ, көлік арзандайды деген. Бұл енді бірінші себеп, өзіңіз білесіздер. Осы соңғы 2 жылда ма, 24-ші жыл келді ғой, нарыққа Қытай көліктері келді. Қаптап келді. Қандай керек, қандай түс керек, қандай бағада керек, тіпті аузы мұрнынан шығарып тастады ғой кез келген лық толды. Енді бұрындары бір осыдан алысқа бармай қояқшы, 5 жыл бұрын немесе 10 жыл бұрын автосалоннан су жаңа көлік алды деген сіз қазақты естідіңіз бе? Бірен саран қол жеткен адамдар, кәсіпкерлер, немесе ақшасы барлар, тіпті ақшаң болған күннің өзінде де сіз мысалы өзіңізге ұнайтын түсті, мысалы ақ түс керек десеңіз, сізге автосалон ойбай міне құреке сізге ақ түсті Camry немесе Hyundai көлігін бермейтін. Күтесіз сіз. 1 ай, 6 ай, 1 жылға 50% төлеп қойыз, жарты жыл, 1 жылға дейін күтетін кездер болатын. Ілде біреулері қол жеткендер, жаңағы шыдамы жеткендер осындай автосалоннан көлік алатын еді. Ол сәйкесінше бағаға да әсер ететін, көлік аз. Есіңізде болса, осыдан 2 жыл бұрын мемлекеттен әжептәуір қаржы бөлінді. Жаңағы жеңілдетілген автонесие бойынша 4%-лық жеңілдетілген автонесие алуға мүмкіндік бар деген сәтте 18 секундта жаңағы лимит бітіп қалып, масқара болып, осы Қабанбайдың бойында автокөліктер, автосалондардың алдында қанша халық ентіресіп, қаптаған кезек, бір-бірімен кәдімгі кезекке тұрғанда қырылып төбелеске дейін барған. Соның ішінде мен де болғанмын. Өзіме ұнайтын Kia K5 көлігін ала қояйын деп бардым. Кезекке тұра қояйын, мүмкін 4%-мен мен де алып қалармын деген дәмемен барған едім. Маған айтты, сіз күтіңіз, 2 жылдан кейін сіздің кезегіңіз келеді деген кезде мен кетіп қалғанмын. Керемет енді мүмкіндік болды, мемлекет обалына керек керемет қаржы бөлді, бірақ оған сай бізде көліктер болмады. Енді бөлінген көлік сол сәтте, сол мезетте бітіп қалды. Бұл дегеніңіз көлік жоқ дегеніңіз бағаға әсер етеді. Осы кезде міне дәл қазіргі сәтте әттегенде сол 4%-ға қаржы қайда кетті деген кезде біз қоғамдық көліктердің санын арттырамыз деп қаржыны сол жаққа бөліп жіберді. Енді халық тағы да күтіп жүр, шіркін-ай, сондай бір жеңілдетілген тағы да бір автонесие бойынша бөлініп 2%-ба 4%-бен қаржы бөлінсе, қазір көлік жеткілікті, бағасы қол жетімді, жаңаға 4%-бен мүмкіндік болса қаржы бөлінсе, халық тағы да көлік алар еді. Өйткені 28-32%-бен осы уақытқа дейін көлік алып қойды ғой. Алып қойған ағайынға мен сол кезде бір әлеуметтік желіде ең бірінші мақтанғаным емес, 24-ші жыл көліктер енді кеп жатқанда айғайлаған мен едім.
күні бүгінге дейін айтады, сен Қытай көліктерін алма деп айтып едің ғой. Жоқ, Қытай көліктерін аласыздар, бірақ кредитке алмаңыздаршы, баға түседі деген кезде менің айналамдағы достарым, туыстарым алып қойған ағайындар қазір сол көлікті банктың пайызынан ұтылды ма? Ұтылды. Көліктің сол кезде 18 миллионға алған көлікті күні кеше бағаласа 8 миллион, 7 миллионға түсіп қалды. 50%-дан түсіп қалды баға. Банктік пайыздан бір ұтылды, көліктің құнынан 2 ұтылды. Сондықтан сәл тұра тұрыңыздаршы. Сіздер иін барлығыңыз ол кезде бір автосалондарда бір керемет акциялар жасады. Алғашқы жарнасыз деген қазаққа бір құлаққа жағымды жарнама болды. Сізге барған кезде тегін берген сияқты. Тіпті мен осы салада жүргеннен кейін өзімнің қызмет көрсету орталығым бар. Сонда келетін жігіттер бар, жаңағы май суларын ауыстыратын жігіттермен әңгімелесіп отырамын ғой. Что там сөйлесеміз. Енді қарызға бер, өзім постоянный клиентпін ғой, таксиде жүрмін, братан, түсінесің ғой енді. Келесі жолы бір аптадан кейін немесе айлыққа берем деген сияқты, айлыққа бере тұр деген сияқты әңгіме айтамын. Сен енді анандай көлік мініп жүрсің, жаңған мініп жүрсің, 15 миллионның көлігін, 20 миллионның көлігін мініп жүрсің. Ондай көлік мініп жүріп, қалай ақшаң жоқ сенің? Жаңағы бензинге ақшаң жоқ, майға ақшаң жоқ десем, братан, кредитке алдық қой дейді. Такси қызметінде жүрміз ғой дейді. Өзім талай жігіттермен сөйлесем. Жарайды, кредитке алдың, қанша жыл қалдың? 7 жыл қалдым. Қанша жыл төледің? 1 жылын төледім деймін. Сонда ішім удай ашиды дейді. Өздері мойындайды. Братан, алдағы 6 жылда ойласам мен қашып кеттім дейді. Шаршап кеттім мен дейді. 1 жылдың өзінде мен қазақша айтқанда итің шығарып жүреді. Тірлік болып кетті дейді. Ит тірлік. Біз ойлағанда былай еді дейді. Жаңағы сіз өзіңіздің әңгімеңізді айтып жатсыз ғой. Кәсіпті бастау керек деп апыл-ғұпыл бастап жіберіп, ол кәсіпке кіргеннен кейін ол кәсіптегі мүлде басқа дүние деген сияқты. Оларда да былай. Мен сол кезде де бауырларым айтты. Қалай сен кредитті жабасың? Айына қанша шығып тұр? Мәселен, сол мен саған қазақтың жалпақ қарапайым тілімен есептеп берейінші. Алғашқы жарнасы қанша? 20%-ын құяйын. Жарайды, 2 миллион құйдың. Ай сайынғы төлемі қанша? 200 мың екен дейді. Ал жарайды, қанша жылға? 6 жылға деймін, біреу 7 жылға дейді. Сен қалай жабасың айына 200? Қазір тұрақты жұмысың да жоқ. Енді мен қазір дос балаларым жүр, такси қызметінде жүр, күніне бір 25-30 мыңды ойнап табады екен. Әйтпесе 40-50 мыңға дейін такси қызметінде дейді. Сонда мен дейді, күніне 30 мың тапсам, 10 күнде 300 мың. Кредитім жабылып тұр, ар жағындағы 600 мың пайда емес па дейді. Сен олай ойлама, шолақ ойлама. Міне, біздің қате түсінігіміз қаржылық сауаттың төмендігі. Сауатсыздық ғой енді. Қаржылық сауатсыздық. Біз жалпы кәсіпте де біздің омақаса құлайтынымыз бастаған кезде, жалпы жаңағы кредитке көлігіп такси қызметінде жүріп біз байып кетеміз, немесе кредитін жауып тастаймыз алдын ала деген біздегі қаржылық сауатсыздығымыздың кесірінен осыған ұрынып қалдық. Енді жігіттерді қазір оны айта бермейді. Айтқысы да келмейді, айтса маңайындағы біз сияқтылар, мен саған кезінде айттым ғой деп түтіп жейді. Сондықтан олар айтпайды, жақсы деп анау қампайтып көпініп анау ішінде тым жоқ дейсіз. Сондықтан көп айтқысы келе бермейді. Ол жалпы мынандай да мәселе, мынандай қарапайым тілмен айтайыншы. Мысалы, Қытайдың Чанган мініп жүрген азаматтары Чанганды мақтайды. Хавайлды мініп жүрген Хавайлды мақтайды, Камри мініп жүрген Камри мақтайды, ескі 30 жыл болып кеткен Мерсін мақтайды, Вазды біреу айтады, сендер кредитке алғанша осы Вазым жақсы деп. Сондықтан да ол ешкім айтқысы келмейді. Көлікті кредитке алып алды, оны қазір сата алмайды, сатайын десе ол банкте залогта тұр, оның залогын да жаба алмайды. Залогын жапқан күннің өзінде қазір кезінде 15 миллионға алған көлікті қазір 7 миллионға кім сатқысы келеді? Сіздің қазір психологияда маған айтады, көліктің бағасы арзандап жатыр дейсің, колесода сол бағалар, Камрилар ұстап тұр ғой бағасын дейді. Ол бұрынғы түсінік. Бұрын біз алған кезде 10 миллионға Камри алсақ, оны 12 миллионға сатып үйреніп қалған ағайын ол 10 миллионға көлік алып, ол неге 7 миллионға деп қояды? Ол сол немен тұр ол. Ол өтпейді, ол тұра береді. Орысша айтқанда мышлениесі өзгермеген ғой. Мышление өзгермеген, сол қалыппен тұра береді. Сондықтан да мен қазір халықтың жаңағы қаржылық сауаттылығы дедік қой, ол артып келе жатыр қазір. Өйткені біледі. Ұрынды ғой. Аузы күйді. Мына қазақта сөз бар ғой, басыңа тимей, өзгерісті қабылдау оңай емес. Ол ауызбен айту, жан-жақтан есту, дос жараннан есту, тіпті әке шешеңнен есту де басқа да. Мынаған тию керек. Сосын құлауың керек. Сосын енді олар біледі. Өйткені басы ұрынды. Енді қазір ол ұрынған ағайындарды көлік алмағандар мына ұлттық банк статистика бойынша осы жаңа жылдан кейін 25-ші жылға көлік кредит алған 60-70% көлік кредитке алса, ол керісінше түсіп бара жатыр екен. Неге? Оның қазір бірнеше себебін айтамын. Бірінші себебі жаңағы көлік алмағандар түсінді ғой. Ана бала 18 миллионға көлік алды, оның құны 7 миллионға түсіп қалды. Енді оның тағы да дәмесі бар ғой. Ол қазір көлік 18 миллионға алған көлік салонда 12 миллион болса,
болса тағы да құлайды. Мен неге оны қымбатқа алуым керек? Ана досым ақымақ алып қойды 18 миллион, ол 12 миллион. Мен тағы күтсем ол 10 миллионға дейін түсуі мүмкін. Мен неге оны қайталауым керек? Мен неге қайталауым керек? Ол еще дейді, мен 4%-ға ертең мен 10 миллионның көлігін ол 10 миллионға түссе, мен 50%-ын құйсам, ар жақ 50%-ын ол рассрочкаға береді, өйткені өткізе алмай отыр. Тіпті құрып кеткенде мен 4%-ға алам. Жоқ, қазір салонға барып, мен осы көрген подкаст көрген ағайындар болса, көлікті қазір қалай алам, қай кезде алу керек деген мәселеменді құрып кеткенде 50%-ын жинаңыз. 50%-мен сіз банкке барсаңыз, онда сіздің дегеніңіз болады. Кофеңізді ішіп отырасыз, сол кезде сізге түс-түсімен, түр-түрімен, бағасымен таңдап береді. Шамамен, Сәке, сөзіңізді кешірім. 50% дегенде, мысалы, 10 миллиондық автокөлік алуға болады ғой, жалпы? Дұрыс. Жақсы көлік аласыз 10 миллионға. Енді қараңызшы, сіз мысалы 10 жыл өтіп кеткен Камри 50-ді 10 миллионға алғанша салоннан Қытайдың жап-жаңа көлігін алмайсыз. Ол мейлі қанша күтіп айдасын, гаражға сақтап қойсын, пробег аз болса да, ол уақыт өзінікін алады. Ол тұрып шірейді көлік. Износ дейді ғой, орысша айтқан кезде износ болады. Сондықтан 10 жыл деген ол бәленбай уақыт, ол қалай деген күннің өзінде де ол Камридің құны түсті. 10 миллионға ол 10 жыл өткен көлікті алғанша 10 миллионға әп-әдемі жап-жаңа Қытайдың көлігін алады. Одан кейін қаржылық сауаттылық демекші, халықтың көзі ашылып келе жатыр. Біріншіден, екіншіден, мынандайға да енді Қытайдың көлігін алған дұрыс па деген сұрақты көп қояды. Әлде біз баяғы сол немістің көлігін, жапонның немесе кәрістің көлігін алған дұрыс па дейді. Болды, сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да Қытайдың көлігін аламыз біз. Болды, ол әлемді жаулап алды. Не то что Қазақстан, әлем жаулап алды. Енді біз мынаған келеміз. Біз баяғыда iPhone 7-8 шыққанда беті сынып қалса ремонтқа беретінбіз, жөндетіп алып жүре беретінбіз. Қазір мынаның беті сынып кетсе, ана экраны, бұның құнын жөндету үшін жарты құны шығады. iPhone менің қазір қолымдағы 16 ма, мен 20 шыққан кезде мен неге бұны жөндетемін? Бұны өткіземін де жарты бағасына. Мен 20-ны алып жүре беремін. Қазір iPhone ешкім жөндетпейді ғой. Жарты бағасын өткізесің де 20 шығады, 2 жылдан кейін 22 шығады. Қытайдың көлігі де қазір Cherry Tiggo 8 шықты ма, сіз аласыз, 3 жыл, 4 жыл айдайсыз, ештеңесіне тиіспейсіз. Сықылы, оның мысалы моторы, коробкасы кетіп қалса, оның мысалы ол кезде Қытай сіздің коробкаңызды тауып бере алмайды. Тауып берген күніңіз жарты құны болып кетеді. Сол кезде сіз не істейсіз? Мә деп ауыстыра саласыз. Өткізесің де, баға ол кезде әлі де құлайды ғой. Ауыстырасыз да, дамыған мемлекеттерде солай ғой. Ешкім жөндетіп жүрмейді. Баяғыда май болып, май сасып, естода запчасть іздеп жүрмейсіз қазір. Салонға өткізесің, бәлкім күтіп айдасаңыз 5 жыл жүресіз. Сіздің ол кезде құнын шығарып аласыз. Ешқандай ренішіңіз жоқ. Апарасыз, мә айналайын дейсіз, мынаның тура мына көлік ұнады маған. Осының новый, наоборотчный, бүкіл опциясымен беріш дейсің, отырасың, мынау тіпті керемет дейсің де, айтып жүре бересің. Біз соған келе жатырмыз болашақта. Енді анау, бірақ енді бір оның қазіргі жаңа Қытайдың көліктері енді қазіргі анау немістің 30 жыл 40 жыл жүрген олай жүре алмайды деп айта алмаймын мен. Енді бір 5 жыл сізге қызмет етіп берсе, күтіп айдасаң, әдемі ғой. Мәңгі ештеңе жоқ қой, бауырым, мәңгі ештеңе жоқ. Ол бұрынғы жаңағы 10-15 жылдық деген психологиядан құтылуымыз керек, бауырым. Қазір құндылықтар мына 2020 пандемиядан кейін біздің саналы түрде, әсіресе бизнестен байқап жүрдік та біз. Өзгеріп кетті. Орысша айтқанда кардинально өзгеріп кетті. Түбегейлі өзгеріп кетті қазір. Адам психологиясы, жаңа өзің айтып отырсың, қасыңдағы адамдардың өзгеріс, қоғам, уақыт, орта, барлық қазір миша былығып кетті деп айтуға болады. Миша былығып жатыр қазір әлем. Бірақ соның ішіндегі дұрысын біз таңдап алуымыз керек та, бүйтіп електеп. Жаңа автокөлікте де сондай. Оны бұрынғыдай отырып 10 жыл, 15 жыл бәрібір оның уақыты алады ғой енді. Темірде шірейді, адам да қартаяды, уақыт келеді. Енді ол эко жүйе ғой, оны біз өзгерте алмаймыз, табиғи нәрсе. Сондықтан ол жаңа айтып тұрғаның дұрыс енді. Енді адамдардың жанына бататын болса да қабылдау керек. Шындық қашанда ащы. Сәке. Өзің мына нелерге осы көлікті сатып алған адамдарға бір өзіңде бір жақсы бір кейс бар ма? Енді айналайындар, енді күйіп кетпеңдер мына нәрсені. Не істейсіңдер енді? Бұл жерде оларға психологиялық та бір көмек керек шығар. Мүмкін досың болса, араласатын ортаң айту керек. Бауырым, енді боларс болды, бояу ісіңді енді сен қабылдауың керексің. Барда достас мына көлігіңді, әпедемі күт. Енді бірдеңе ұрынып қалмау үшін енді қосымша бірдеңе істе, нан тап енді деген сияқты. Сондай ақыл айтып тұрасың ба негізі? Ақыл айтпаймын мен кезінде ақылды айттым ғой. Айғайладым ғой. Таныстарыма да айттым, әлеуметтік желіде айғайладым. Мені кәдімгідей сол кезде біраз адамдар әлеуметтік желіде жейді кәдімгідей. Сол кезде айттым, енді ол ешқандай ол жерде ақыл кеңес болды деймін. Құреке, ол 18 миллионға алып қойды. Сен психологически дайын бол, оны сен 7-8 миллионға өткіз, ұнамаса басқасын аласың. Алғашқы лекте, алғашқы сол партия келген кезде сол қызды мен алып қойған адамдар
болды, сіз психологиялық тұрда дайын болыңыз, енді ұтылдыңыз, ештеңе етпейді. Иә, өмірдегі бір не дейсіз ғой. Ал мынау қазіргі алмай артын баққандар, олар ұтты. Енді қазір автокөлік алғысы келетін адамдар, мысалы автонарықты аңдып жүрген адамдар, енді ана баспанада да сондай ғой, ой, пәтер бағасы түседі екен, бүйтеді екен, сөйтеді. Бағана бір статистикалық деректі қарап отырсақ, пәтер бағасы қайтадан көтеріліп дейді, осы соңғы бір айдың ішінде қайтадан көтеріліп, Астана мен Алматыда дейді. Енді автокөлікте алда-жалда көтеріліп кетсе, ертең сені келіп телефонмен хабарласып достарың түтіп жеп жүрмей ма, бауырым? Жоқ, енді менікі де болжам ғой, Құреке. Менде енді бір керемет бір бақсы балгер сәуге емеспін. Былтырғы жыл, бірақ жылдың соңында осындай сұхбатта мен бір өзімнің болжамымды айттым. Жаңа жылдан кейін бәлкім көліктің бағасы сәл көтерілуі мүмкін деген болжам айттым, бірақ болжам қате болды. Содан біраз адам көтерілуі мүмкін деген кезде көлік алып маған ренжіген адамдар болды. Бірақ менікі болжам, мен неге сүйендім? Енді 12%-дан 16%-ға бірден өсіп кетті. Бағаға тікелей әсер етеді. Доллар ол кезде қолыма алып, мен доллар түседі деп ойлаған жоқпын. Доллар керісінше көтеріледі дедім. Ол да бағаға әсер етуі мүмкін дедім. Первичканың бағасы қосылды, утилизбордың бағасы қосылды. Одан кейін қазір жеке тұлғалар өздігінен барып Европа, Қытай, Кореядан өздігінен көлік әкеле алмайды. Официальный дилер дейді. Солар ғана әкеле алатын болды. Жеке сізбен біз барып әкеле алмаймыз. Қытайдың өзі, сіз Қытайдан барып бұрындар көлік әкеле беретінбіз. Бұл бағаға әсер етті. Жаңа жылдан кейін Қытай запрет қойды. Мен сонда қазір бір 200 миллион теңгем бар деп, мысалы деймін. Қытайға барып мен көлік алып келе алмаймын ба? Жоқ. Мен ол үшін олардан дистрибьютор, жаңа негізгі компаниялардан осы жақта өкілдік рұқсатын алып. Жоқ, әкеле аласыз. Бірақ оның өздігінің талабы бар. Жаңа машинаны сол жаққа 180 күнге сіз учетқа қоюыңыз керек. Ол учетта тұру керек сол жақта. Одан кейін сіз әкелетін көліктің осы жақта қызмет көрсететін сервистік орталықтар бар ма? Бар болса құжат қайда? Деген сияқты. Ертең сіз көлік алып келген кезде, сіз сол кезде мына серый дилер дейді ғой, ол да дұрыс негізі. Алып сатарлар көлікті әкелді, мынау залогта тұрған көліктерді қитұрқы жолмен кіргізіп жіберген, көлеңкелі бизнес жасап жүргендер болды. Сосын түрлі олар мына официальный біздегі ресми дилерлер сияқты гарантия берген жоқ. Жаңағы коробкасынан, вариаторынан, роботынан ақау шыққан кезде олар жауапкершілікті алған жоқ. Ол адамдар сол кезде кім жаман? Қытай көліктері жаман, Қытай көліктері сапасыз, Қытай көліктері нашар деген әңгіме шықты. Қытайда ақымақ емес қой. Оған бәрін анализ жасайды, обзор жасайды, пікірлерді қарайды мысалы. Сол кезде олар, бұндай мәселелер қайдан келіп жатыр? Вот мына алыпсатарлар әңгімені, жаңағы әртүрлі көліктерді өтіп жүріп халықты алдап жатыр. Сондықтан да ресми дилерлерден, мысалы біздің өз Алматы қазір құрап жатыр ғой Қытай көліктері. Солардан алсаңыз, жаңағы ертең күн алда-жалда сондай мәселе болды. Біздің осы Көкшетауда, Семейде Jetour X70 деген көлік алғаш келген кезде, тіпті салоннан алғаш деп шыққан кезде вариатор теуіп жүрмей қалған кезде болды. Көкшетауда, Семейде көтерілді халық. Автосалонның алдына барып, неше күн айғай шу көтеріп, сол кезде, сол сәтте Қытайдан мамандар келіп, диагностикасын жасап, ақауын тауып, какой-то бір сол кезде бір программа дұрыс болмай қалған, программасын оқып, какой-то шипті қойды, сол олқылық, сол проблема бірден жойылды. Енді не деген сөз? Бұл Қытай анализ жасады. Қытай бұған дейін, оларда саясат. Біз минусқа кетсек те, біз әлемді жаулауымыз керек көлікпен. Өйткені Германияның Volkswagen зауытын түгелде көшіріп алды. BMW-ны да олар шығарып жатыр. Жапонның да, Кәрістің де қазір Кияларын, сізбен жүрген Елантра қазір бәрін шығарып жатыр. Олар санға жұмыс істеді, әлемді жаулады. Енді не істейді олар? Енді сапалы олар бақылайды. Так, Қазақстанда мысалға жаңағы Jetour X70-де осындай проблема болды вариаторында. Оның проблемасы неде? Проблемасын түзетті, енді онда проблема болмайды. Тағы қандай моторында қандай ақауы бар? Оны жөндейді, оны қалпына келтіреді. Одан кейін енді олар сапаға жұмыс істей бастайды. Сонымен олар сан жағынан да, сапа жағынан, баға жағынан да екеуін ұстайды ғой, иә. Жасасын ол Қытай дейсің енді, басқа рас. Мен оны қабылдаймын, бауырым, дұрыс айтып отырсың. Қабылдау керек. Өйткені бұл нарық, әлемнің өзі нарық. Ол тіпті мен кейбір шенеунік достарыма да айтамын да, мемлекет қызметтің өзі нарық. Былай айтқанда бизнес, деловой, іскерлік қарым-қатынас. Ол бұрынғыдай былай қарауды қою керек та, қазір былай қарау керек. Қытай бұл мүмкіндік бізге. Үлкен мүмкіндік. Мүмкіндікті тауып, керісінше олар пайдалану керек. Мен ана ана үй салатындарға да айтамын да, неге бізде бірнеше монополия 5-6 компания кіріп алған, ол бағаны өйтіп қолында жұдырығында ұстап отыр. Енді бару өткенде мен Қытайдың бір сөйлестік, құрылыстағы жүрген мына біздің кім сияқты, кәріс компаниялар сияқты. Солар айтады, біз панельді үйлерді кіргізгіміз келеді Қазақстанға дейді. Олар оны бірнеше айдың ішінде, бір айдың ішінде мысалы 50-60 қабатты көтеріп тастаймыз дейді.
енді қарашы Сәке, мен айтам, неге ондайларды кіргізбеске? Халықты арзан алсын да, неге біз Европадағыдай квадраты 1 миллион, 1,5 миллион, бұл Европа емес қой, енді кешіріңіз. Енді біз кемсітіп тұрған жоқпыз енді. По факту қарайшы жағдайға. Біз орталық Азия, біздің өзіміздің қалтамыз бар, өзіміздің индекстеріміз бар, өмір сүру құндылық салтымыз бар деген сияқты мысалы. Сондықтан мен ойлаймын, Қытайдың автокөлік нарығы ғана емес, Қытайдың құрылыс индустриясын бәрін, сауда бәрін, киім бәрін кіргізу керек. Оны тек пайдалануымыз керек. Ұлы жібек жолы деп отқан Алла тағаланың берген бізге мүмкіндігі. Өте дұрыс айтып отырсыз. Мына өзің айтып отқан мына автонарықты да бірінші бұзған осы Қытайлар. Қытайна енді сөзіңіз аузыңызда енді Абай облысының әкімі Берікуәли халықпен кездескенде халықтың барлығын бірінші мәселесі біз аягөз ол Абай облысының бәрінде Қытайларға қаптап кетті. Гостиницада орын жоқ деген. Мен көрдім сол интервью. Онда енді ұнамаса енді облыс әкімінің бәрін жұлып жеді. Айға көшіп кеттіңдер енді. Біздің өмірі 30 жас алмаған жолды кім жасап берді? Бекеңе мен ризамын. Мен керісінше мен ол Бекеге астына жаздым комментарий. Дұрыс. Сонда енді қазір өмір болмаған темір жол салып жатыр сол Қытайлар. Қанша адам жұмыспен ауыл аймақтың бәрі жұмыспен. Темір жол алып кетпейді ғой ертең. Сонда астына комментарийінде неге біз шекараны жауып тастамаймыз? Неге оларды кіргізесіңдер дейді. Айналайындар, мен айтамын. Шекараны жауып тастаса, сенің жүріп жүрген астында көлігің жүрмей қалады. Үйің құрылысы қарапайым, сен үйден үйге көшіп жүрген ана скотчың мен клейің Қытайдың ала сумкасы болмаса тіпті шаруа бітпей қалады. Мына екеуміздің сөйлеп отырған микрофон, камераға дейін бәрі Қытай. Рас қой. Сондықтан біз олардан үйренуіміз керек. Мен қазір сол Қытайлармен жұмыс істеуді бастадым. Таныса бастадым. Өзіме керек нелерді. Қазір енді халықтың көзі ашылып келе жатыр. Қазір кәсіпке барған адам жалпы болашақта алып сатар деген болмайды. Мына ортадағы делдалдар деген. Мен делдалдармен жұмыс жасап жүрмін. Мен көп желініп жүр екенмін. Содан мен неге ол 2-3 қолдан өтеді, мен неге сондай бағадан сатып алуым керек деп ойланып, мен де Қытайға бардым. Өте керемет. Көрдім, таныстым, жұмыс істеуді бастадым. Соны жаңағы сіз айтқан, неге мен олардан үйренбеймін? Неге біз олардан асып түспейміз? Болашақта біз мына жаңағы ортадағы делдалдар деген болмайды. Біз өзіміз өндірісті, өзіміз. Тым құрығанда қазір халық жаңа Қытайдың арзан дүниесі, сапасыз дүниесін біліп, мына оригинал деген дүниеге, қолдың сүті, қолдың майы, бір кездердегі дүкеннің ақ майы деген бір модаға шығып кетіп жүрмеді ғой біз. Сары майды жегіміз келмейді, сасық. Біз анау маргарин, ақ май жейміз деген сияқты. Қазір қолдың майын білесіз бе? Килограммы 8-9 мың, 10 мың теңге. Қолдың құрты, қолдың сүті. Қарапайым мен қыста базарда жүрем, Эстода жүрем, аяғым тоңады, ана натуральный нәски таба алмаймын. Монғолияның түйе жүнінен тігілген натуральный, оның өзін таба алмаймын. Шіркін-ай, баяғыдағы ұршы қиырып нәски тоқитын апам жоғы, марқұм апам болса мен оны тіккізіп алып, бәленбай мың теңгеге сатып алар едім деп кәдімгі аңсап кеттім. Неге соны қазір әлеуметтік желіні пайдаланып, TikTokты пайдаланып, міне мен өзім ұршықпен иіріп отырмын. Міне мен жүн нәски тоқып жатырмын. Натуральный десе, мен соның 20-сын барып сатып аламын, қанша теңге десе де. Міне халықтың көзі ашылып келе жатыр. Қазір кәсіп бастаймын дегендер натуральный, кішкентай болсын, өндірістен жаңағы Қытайлар олар бірден зауыт салып тастаған жоқ қой. Бірден нәски қарапайым ата кәсіп. Бізде жүн көп. Ешкінің жүні, қойдың жүні ауылда тиіріз деген бар ғой, сасып шіріп жатыр. Қарапайым, мен саған зауыт салып беріп тұрған жоқпын. Қарапайым үйде отырып, ана жүнді үйіріп, тоқыманы басташ, мен өзім бәленбайын сатып алам. Жанымда жүрген, базарда жүрген кәсіпкерлердің бәріне 50-50 штуктан алғызам мен өзім. Әлеуметтік желіде тегін рекламасын істеп берем. Істеш, натуральный дүние істеш. Қолдың құрты, қолдың сүтін қазір бала жөтеледі. Қолдың құйрық майы. Таба алмайсың ғой, таба алмайсың. Болашақта кәсіпкерлікке барып, сіздер анау 2 миллион кредит алып, Қытайға барып, сол жақтан бірдеңе сатып, мына жаққа әкеп, саттым да бай кетем деген қойыңыздаршы. Қарапайым сондай, натуральный. Халықтың көзі ашық қазір. Ол алып сатуды қазір екінің бірі біледі. Анау киім сата қоям, бірдеңе сата қоям деген. Қазір дүкеннің бәрі жабылып жатыр. Базардың дәурені өткен қазір. Ванхундардың дәуірі келді. Сондықтан қарапайым аз да болса да натуральный дүниеге көшіңіздер. Қарапайым, мысалы, біз анау Қытайдың бір пышағын сатып алам үйге 500 теңгеге. Әкелесің, 2 рет нан турағаннан өтпей қалады. Өткенде 30 мың, 50 мыңға жігіттер кәдімгі қолдың пышағын, кәдімгі өздері қолдан соғып жатыр. Ақтөбенің жігіт жасайды, керемет. Бар сондай жігіттер. Сол міне натуральный, ана базардан алғанша сен 500 теңгеге алғанша ананың 50 мыңдық пышағына саған ғұмырыңа жетеді анау. Мал сойсаң да, нан сойсаң да, ет турасаң да, анау бір батпайтын, баспайтын үйге келген кезде осы үйде еркек жоқ па деген әңгіме ғой. Қанша қайрасаң да анада жүз жоқ, не жоқ, жасық пышақтар. Жалпы мысалы ретінде. Дұрыс айтасың. Енді қараш, Сәке, өзің автосарапшы, өзің авто нарыққа, өзің осы салада бизнесте жүрсің да, былай қарасақ. Астананың өзінде қаптап кетті қазір. Жеке
шағын автосалондар, иә, мысалы былай қарап отырсақ тіпті ЖК дейді ғой, мына тұрғын үй кешендерінің астынан ашып тастады қазір. Мына Юго-Восток, оңтүстік шығыс жақ қаптап кеткен. Бір жағынан ол дұрыс емес деп ойлаймын өзім. Неге? Өйткені анау деген оған арналмаған ғой. Ана түнімен 11-ге дейін отырады да сатады. Жарайды, ол енді өздерінің бизнестері шығар. Екіншіден, бұлардың жағдайы не болады енді? Бұрын 5-10 миллионға сатып жатқандар өткенде қарады 2 миллион, 1,5 миллион деп тұр ғой. Кәдімгідей бәрі тығып жатыр ана жерге сатуға. Енді олар не істейді? Кезінде жаңағы алып келіп алды, осымен байып кетеміз деп. Енді және жеке тұлғалар, және әңгіме барысында айттым ғой, жеке тұлғалар өздігінен барып әкеле алмайды. Сондықтан олар кезінде әкеп алды. Енді олар тіпті және ұлттық банктің өзі қазір былтыр 25 жылғы пик халықтың 70% өте көп кредитке көлік алды дейді. Биыл 20%-ға ма, қателеспесем 30%-ға төмендеді дейді. Және халықтың сауаты ашылды, сұраныс көп, сұраныс аз, оның үстінен халықтың дені алып алды. Сұраныс жоқ. Автосалондар қазір біздің өзіміздің де Алматыда құрап жатыр ғой, мысалы. Ол да бағаға әсер етіп жатыр. Сондықтан олар түсініп жатыр. Олар тез өткізіп тастап, жаңағы құтылу керек болып жатыр ғой. Жоқ дегенде өз бағасына өткізіп. Өз бағасына азын аулақ пайдасын көріп, одан кейін халықтың да көзі ашылды, ұрынып қалды. Ондай жерден барып, көшедегі кез келген тұрған автосалоннан барып автокөлік ала салғысы келмейді. Өйткені сапа жағы бар, жаңа айтып жатқан. Оны арты қалай болады? Олар мысалы алып кеткеннен кейін, сол жерден шығып кеткеннен кейін, ол сізге кепілдік бере алмайды, жауапкершілікті мойнына алмайды. Ал жаңағы официальный ресми дилерлерден алсаңыз, ол жаңағы 2 жыл өзінің әр келісім шарты бар ғой. Сонымен жаңағы пробегке байланысты гарантиясын береді. Алда-жалда қандай жағдай болғандан. Одан кейін олар біздің автосалон, өзіміздің официальный дилерден алсаң, тарихы таза болады. Ол залогта болмауы мүмкін. Ол Қытайдан келген сериялар қалай болып келді? Ол арестта тұрған, ол ұрланған көлік па? Білмейміз ғой біз оны. Қазір әртүрлі құйтырқы жолдары бар. Мына тура аудыртпай мынау неше түрлі вин-кодтар жасайды мысалы. Техпаспортқа ұрып, анау перебитый вин-код дейді, қазіргі тілмен айтқан кезде. Ондайға да мына алып сатарлар алып келіп сатып жіберді мысалы. Өте бір құйтырқы әрекетпен керемет, тіпті адам таба алмайтын, адамның миына жетпейтін, тіпті анау көзбен көріп ажырата алмайтын деңгейге дейін. Сондай біз сол жаңағы потенциал дейді ғой, сол потенциал шіркіне басқа жаққа неге салмайды деймін де, біздің қазақ халқы бар ғой, өте бір андай қағылез халық. Қажет па? Сенің тілің орысша ма? Орысшаны үйреніп алады, ағылшын ба? Ағылшынша үйреніп алады. Біз сондай кәсіпті, бірақ біз сол потенциалды, біз өте бір қағылез халықпыз. Не нәрсені тез қағып аламыз, не нәрсені тез істей аламыз. Бірақ бір пайдалы бір әрекетке істемей жатырмыз да. Енді ананы таң қалам мен қалай істеген. Жеке бастың қамы алып қалсам, салып қалсам, тез байып кетсем, оңай жолмен, жеңіл жолмен байсам. Тез баю деген енді шынын айтқанда мен бизнес психологияны қазір зерттеп жүрмін, 1 жылдың төңірегінде. Сәке, тез байып кету деген ол иллюзия, орысша айтқан кезде. Иллюзия деп отқан ол сағым, өтірік әңгіме былай. Аңыз ғой, ол қиял ол. Тез байып кететін салалар бар бірақ. Мысалы психология, наставничество дейді. Тіпті сіз айтқанда байып кете ма? Ол кәдімгі байып кетеді. Ол жерде шығын жоқ қой. Мен мысалы наставник, менде шығын жоқ. Мен барамда 2 адам алып қоямын, болды. Ол производство, сіз сияқты майлар алып келіп өйтіп жасамаймын, ақша салмаймын ол жерге. Бір продюсер қоямын, болды. Кімдер тыңдайды оны халық? Аңқау өлге арамзан молда? Жоқ, ішінде жақсылар бар. Мысалы Сайдмурат Давлатов, өткенде Марғұлан Сейсенбай, мысалы деймін да, олар ол кісілерге тікелей түседі. Жаңағы Тәкең, Талғат бауырымыз мысалы өзің бағана айтқан. Бұл кісілер қазір Ордабаев шығып жүр, Ерлан мысалы. Осы азаматтар, бұлар енді осы жолдан, неге ол жолдан, бұл жолда ол халыққа бірдеңе берейін деп, ол бір мақсаты да, бірақ екінші жағынан ол енді ресурс қой, бәрі шығын ғой, энергия кетеді, күш қуат кетеді, уақыт кетеді. Ол кісілер қалай айтса да құқы бар ғой, олар қанша бизнес жүргізген, құлаған. Дұрыс айтасыз. Бірақ Сәке, бизнесті айтуға бизнес жасамаған адамдардың да құқығы бар екен, және ол, мен оны да ғылыми түрде зерттеп шықтым. Ондай адамдар бар екен. Ол табиғи кризис менеджер дейді. Мынадай дағдарыс шешетін адам дейді да. Мысалы бизнес, мен кәсіппен айналыспаған. Мен мысалы 2-3 рет бизнеспен айналыстым. Бағана айттым ғой, 2019 жылы мысалы полиграфиялық орталық досыммен аштым. 10 миллион теңге өзі біраз ақша, былай қарағанда. Қадалдық. Оның алдында бірнеше рет аштық. Балық, енді студент кезімізде ол темекі саттық, үйттік, көрдік та былай. Бірақ енді кейін мемлекеттік қызметке, медиаға кетіп қалдық. Айтайын деп отқаным, Сәке, негізі жаңағы көп адамдар осы машинаның да, автокөліктің де проблемасы содан шығып жатыр ғой. Тез байып кетсем, тез мүмкіндікті пайдаланып қалсам, алып қалсам деп ойлайды да. Ал шын мәнінде
не дейді жаңағы бір жерде алтын бар екен дейді, барсам қара бақырда жоқ дейді ма, сол сияқты нәрсе ғой енді. Бұның бәрі қиялилық қой былай қараған кезде. Өзім былай енді зерттеулер, статистикалық қазір ақпараттар жақсы шығып жатыр ғой. Қазір осы соңғы 26 жылда 26 жылдың осы бірінші кварталында сұраныс азайды деп жатыр, иә. Енді бұл білмеймін, осы қарқынмен шыға берсе, бұл бір жағынан халыққа да жақсы шығар, сұраныс одан сайын түседі, баға одан сайын түсетін шығар енді. Өйткені көп шығарып жатса, бұл жақсы ғой бір жағынан. Экономиканы сұраныспен ұсыныс. Иә, сұраныспен ұсыныс. Бұрын жоқ болды деп бағана әңгіменің әлқисасында айттым ғой. Бұрын жоқ болды, көлік аз болды. Жоқтың қасы. Сіз қолма-қол ақшаға барсаңыз да көлік жоқ. Одан кейін енді жоқ нәрсе, баға қалай? Сізде қазір соңғы мысалы мынау кітаптың соңғы несі қалса, сіз бағаны көтересіз ғой, сұраныс көбейіп кетсе. Менде ғана тұрса қымбаттатады ғой. Иә. Жалпы өзі мынау бизнеста да, саудада да мынау елде жоқ нәрсені сатсаңыз, сіздің құны да жоғары, сұраныс та көбейеді екен. Жаңағы сондықтан айтып жатқаным оригинал, жаңағы не нәрсенің мысалы оригиналы болса, өйткені жаңағы елдің бәрі көзі ашық, сіз әкелетін Қытайдан әкеліп сатқан нәрсені ол да алып сата алады. Ол да қазір түрлі жолдар бар, түрлі сайттар бар. Өзі қазір жеткізіп береді. Каспий магазинде де толып тұр. Сондықтан сіз елден ерекше болғыңыз келсе, мықты кәсіп жүргізгіңіз келсе, жаңа оригинал, табиғи дүниені табыңызшы. Ешкімде жоқ. Өзіңіздің қолдан келеді, сіздікі болады, баға да сіздікі, клиенттер да сіздікі болады. Сондықтан жаңағы ортада делдалдың заманы өтіп бара жатыр, халық қазір табиғи өнімге, не нәрсені табиғи, өзі бір үйлерге тіпті мынау байқасаңыз, өзіңіз де көп жерде жүресіз ғой, мысалы қалталы азаматтардың үйіне барған кезде жеңгелеріміз дастархан жайнатып қояды, қолдың құрты, мына өзім пісірген бауырсақ, мына сармай, мынау өзім сармай, ауылдан мынау өзім алып келген қайнатқан компот, мынау өзім жапқан қияр. Анау тіпті кезінде біз үйге қонақ шақырғанда ет асқан кезде қамыр дейді енді, көп жерде қамырын сатып алып сала салатын. Қазір оны жегің келмейді ғой. Мынау қолдан жайылған болмаса, қолдікі басқа, дәмі де басқа мысалы. Сондықтан сол айтпағым, сіз елден ерекше болғыңыз келсе, кәсіп бастағыңыз келсе, ешкімде жоқ дүниені ойлап табыңызшы. Ол айналып келгенде алып сату емес, өндіріс. Қолынан не келеді сен? Қандай нәрсе келеді? Қазір жаңа айтып жатырмын ғой, қазақтың қолынан бәрі келеді, біздің қазақтың жастарынан. Сондықтан сондай бір ерекше дүние алсаңыз, сіз жаңағы сіз айтқан тез байып кетуге де болады. Клиент та сіздікі, сіз ерекше бизнес. Және оны әлеуметтік желіде жарналасаңыз да, қазір біз не нәрсенің ерекшесін қалайсың ғой, әйтпесе әркім жарнамасын жасап жатыр, саудасын істеп жатыр. Стримдер көбейіп кетті. TikTokқа кірсең, бәрі стрим, бәрі бірін-бірі қайталайды. Қазір адамдар, мен өткенде бір сөзімді айтып едім, не сен арыңды сатасың, не барыңды сатасың болып тұр да қазір. Кейбір қыздар арын сатып отырады енді. Алла кешірсін енді қаттырақ айтса. Арын сату деп отқан енді тікелей эфирде отырып мені аласың ба деген сұрақты қою. Шалдар кірмесін деп қояды астына тағы. Енді ол қазақтың бұрын соңды болмаған керісінше бұндай дүниені жайттым ғой біз. Қытайдың өзін, қазақта сөз бар, дұшпаннан түк тартсаң да олжа дейді да. Сен керісінше пайдалансайшы, тиктокты де пайдалан солай. Не аласың өзіңді сатып? Соны айтамын. Өзіңді сатқың келсе, жеңгелеріңе барып сөйлес, сырттан қарасың мысалға. Сол жағынан менің өзім ойымша, енді бизнес тұрғысынан қарасам, дұрыс айтып отырсың, Сәке. Басқаларға ұнамайтын бизнес жақсы, бірақ мен қосымша услуга дейді ғой, қызмет көрсету жақсы. Қызмет көрсетуге шығын кетпейді. Шығын кетпейді. Мүлде шығын кетпейді. Мысалы, ана өткен 30-ке жазып қойыпты, үйге бір сантехник келді, бір келіншек жазған ғой, ажырасып кеткен екен. Маған ұнады сантехник дейді. Айына бәленбай табады екен енді, есептей ғой счеттарын. Сосын ана астында неше түрлі жазып жатыр. Сантехник қана ма, анау мынау, сантехник қана деме, ол айына бәленбай миллион табады деп отыр да. Услуга. Түк те оған шығын кетпейді. Анау қолындағы бір сумкасын арқалайды да, тарсылдатып. Қызмет көрсету. Кез келген. Өткенде бір мемлекеттік қызметте істеген бір жігітті көріп қалдым Алматыда. Қызмет көрсету. Былай, қызмет көрсету. Сөйтіп, енді ол кішігірім бизнес қылып жасап, 10 шақты автокөлік алған, солай басталады ғой негіз бизнес деген деймін да. Сондықтан, Сәке, енді неге байланысты, автонарыққа байланысты, жалпы Қазақстанда автонарықты біз ұстап тұру немесе автонарықты жасау бізге керек пе, тиімді ме жалпы? Мысалы қараңыз, Қытай тұр мына жақта, үлкен енді мына есікті қазір сығырайтып ашып тұрмыз ғой, былай ашылып тұр да есік. Енді ол былай ашылса, енді есептей бер. Былай ашылып кетсе не болады? Былай ашылып кеткенде меніңше ойлаймын, Қазақстанға автонарық керек па, керек емес па, автоконцерндер? Біз мынаны, біз автонарық, жаңағы өзіміздің автопром дамып
өзімнің отандық авто дейміз ғой. Бірақ енді бұған дейін біз кәрістердің көлігін әкелдік, бірақ біз әлі шығармаймыз ғой. Біз ары кетсе құрастырамыз. 4 дөңгелегін тақтық бұған дейін. Енді біз зауытын әлі бір ашып көрсетпей жатыр Алматы. Мен көргім келеді. Оның енді бір қазір қателеспесем қанша пайызын, 50% ба екен, 50% болмайтын шығар, бірақ оның аккумуляторын өзіміздің барс салады. Орындықтарын біздің өзіміз шығарып жатырмыз. Сосын оның жаңағы шанағын дәнекерлеу, бояу жұмыстарын да өзіміз істеп жатыр екенбіз. Бұл да бір жетістік. Ал енді жаңа сіз жылына қанша мың көлік шығады? 90 мың көлік шығады дедіңіз, 60 мың көлік шығады дедіңіз ба? Енді бұл сол қарқынмен шыға берсе, бізге өте тиімсіз, біз экономикалық жағынан тиімсіз деп ойлаймын. 60 мың көлікке 60 мың қозғалтқыш әкелу деген, біз қозғалтқыштың бәрін өзіміз шыға алмаймыз, анадан мынадан. Сондықтан бізге әлі тиімсіз деп ойлаймын бұл экономикалық жағынан. Мен де сөйтіп ойлаймын. Бізге әзірге сол әкеліп енді өзіміздің барын салып, жаңағы аккумуляторын, біздің дөңгелекті де өзіміз шығарып жатырмыз. Өзіміз шығармаймыз, енді ан жақтан әкеліп жатырмыз ғой. Сондықтан көп нәрсені біз жалпы қарапайым бізде осы әлеуметтік желіде стримда отандық свеча зажигания дейді ғой, мысалы, соны сатып жатырмыз. Қазақстандық дейді. Мен айтамын, айналып біз әлі свеча жағырған жоқпыз, онда ан жақтан әкеліп, енді сапалы, Қытайда жамандай бермей, Қытайда сапалы дүниелер бар. Соған біздің қазақстандық өзіміздің атын айтпай қойын, қазір солар салып, отандық біздің қазақстандықты маған келіп айтады, қазақстандық свеча шығыпты, өзіміз шығарып жатыр екенбіз дейді. Біз ондай деңгейге жеткен жоқпыз әлі. Аллаға шүкір, сондайға жетейік. Сондықтан бізге әзір енді ол енді көлік 60 мың көлік деген әжептәуір көп, оның санын арттырсақ тіпті экономикалық жағынан тиімді болады. Енді ол бір ғана көліктің ішінде қаншама қосалқы бөлшектері бар. Біз оның бәрін тіпті біреуін шығара алып жатқан жоқпыз. Бір лампочка шығара алмаймыз әлі біз. Сондықтан тым қарағанда 50%-ын өзіміз құрастырып, өндіріс өзімізде болса, ол тиімді болар ма еді. Сондықтан әзірге бізге сол алып келіп баға тиімді ғой қазір. Жалпы менің де өзім көзқарасымша, жаңа айттым ғой, бизнестегі адамдармен сөйлесіп, сол жердегі ұққан ой, идея дейді ғой, месседж. Негізі Сәке былайда, адам өзінің қолынан келетін іспен шұғылдану керек. Дұрыс айтасыз. Ұлт та солай, мемлекет те солай. Бағана сіз айттыңыз ғой, мысалы, біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымыз болатын дүниелер бар. Ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы, туризм, оны бұл дүниеде бәрін бүйтіп ұстаймын деу ол мүмкін емес. Оған адамның ғұмыры да жетпейді. Мысалда негізгі бағыттарды ұстау керек та, мысалы ауыл шаруашылығы жаңа айтқандай керек десе туризм, біздің мықты аймақтар бар, мысалда туризм кластерлері бар әрі қарай, мысалы немесе қызмет көрсету, ұлттық қызмет көрсету түрлері, соны сапаға көтеру деген сияқты. Мысалы осы жағынан жасаса біраз жетістікке жетеміз. Әйтпесе біз жаңағы енді Қытаймен әлем бәсекеге келе тұра алмай отқан кезде біз енді қайдан, біз қиқынбыз ғой бұлардың қасында. Енді мен 5 жыл Қытайда болып келдім ғой. Қытайда Пекиннен Тибетке дейін барып келгенбіз. Сонда мен байқағаным, біздің халық әлі қиялмен өмір сүріп жүр. Әлі. Жаңа Бекен айтып отқаны, Берік Уәли бауырымызды жамандап отқан сол қиялдың несі ол, соның зияны. Ол егер шын қараса, шын былай шынайы дейді ғой, өмірге розовый очки дейді ғой, очкиіңді шешіп лақтырып қоқысқа былай қарасаң, бүйтіп жағдай қалай өмірде деп қарасаң, Қытай керісінше біздің мүмкіндігіміз өте мүмкін, үлкен мүмкіндігіміз. Жаңа айттым ғой, бір ғана құрылыс, қазір барайықшы, құрылыстың ірі компаниялардың үкімет аралық келісіммен кіргізіп жіберейікші мына жерге құрылысшыларды. ЛРТ-ні салып тастады ғой, 10 жыл тұрған ЛРТ-ні салып тастады. Мына жердің бәрін салады Қытайлар. Бағасы да түседі. Баға да түседі, дұрыс айтасыз. Мынаның өткенде құрылысшылармен сөйлессек, эксперт сарапшылармен, олар айтады, маржа деген дейді, 2-3 есеге дейін кетіп қалған дейді. 300 мыңнан 400 мыңнан аспау керек дейді. Ол жоғарысы дейді. Қалғандарын бәрін қолдан қосып отыр дейді. Сол сияқты автокөлікте де сондай мүдделі топтар болды ғой кезінде. Мүдделі топтар не істеді? Шекарадан бері қарайғы үкіметтің деңгейіндегі бүкіл сатылардың барлығына өзінің пайыздарын қойып отырды. Сосын автокөлік қымбаттайды. Дұрыс қой. Енді ол бизнес қой, енді ол бизнес қой. Солай болды. Ал енді қазір енді Қытай келді. Оның үстіне біздің үкіметтің де мемлекеттің де көзқарасы өзгерді. Халықтың да көзқарасы. Көз ашылды. Мемлекет те ойлады. Неге біз бұлай жасай береміз? Сөйтті да екі мемлекеттің басшылығы тікелей осы мәселені ашық түрде талқылады, міне нәтижесі. Енді мынандай бір менде енді тағы да айтқаным менің болжам ғой енді. Мысалы мен мынандай
осы мен журналист болып жүргенде көтергенмін. Есіңізде болса, алғаш осыдан бір 4 жыл бұрын ба 5 жыл бұрын автобус жолақтары енгізіле бастады. Иә. Сол кезде мысалы мен Ұлы Даламен келе жатырмын, Ұлы Дала көшесімен, өзі 3 жолақты көше. Оның өзі өмір кептеліп тұратын көше. Оның алтында автобус жолағын қойып қойды. Ол жерден өзі 2-ақ автобус жүреді. Анда-санда бір өтеді, біз 2 жолақта тұрамыз. Өзі кептеліс болса, мына одан сайын кептеліс жасадыңдар ғой деп мен ЛРТ-ға барып кәдімгідей сюжет жасадым. Сол кезде ол кісілердің айтқан жауабы: ұнамай ма? Көлігіңді қойды, қоғамдық көлікке отыр. Кто мешает саған? Сен өзіңнің ғана рахатыңды, ләззатыңды ойламасаңшы. Ол қоғамдық көлікте 50 адам кетіп барды. Сен жалғыз өзің отырсың, неменеге ренжисің? Біз әлі де көбейтеміз қоғамдық көліктердің жолағын. Біз әлі де автобустарды көбейтеміз. Әлі аялдамалар салынады. Кондері бар, қыста жылы. Кез келген автобусқа отырасың, сен ішің удай ашитын болады. Әлі көлік көбейеді деп сол кезде айтты. Мен ойланып қалдым. Көлік көбейсе рас. Енді дамыған мемлекеттерде мысалы бір ғана Москваның өзінде кептеліс масқара ғой. Маңайда тұратын ауылдағы адамдар қаланың шетіне дейін келеді де көлігін қояды да метроға отырып кетеді. Бізде енді соған келе жатырмыз да, Астана өте Алматыны айтпай ақ қой, Алматы жайылып кеткен. Бізде мына жайылып келе жатырмыз да, болашақта мына ЛРТ-ны қосқаны мемлекеттің өте, бізге әлі ерте ЛРТ мына. Бірашақта соңғы 5 жылда, 10 жылда өте қажет бастама, өте қажет не болды. Сол кезде біз не істейміз? Қоғамдық көлікпен жүруден автоматты түрде, саналы түрде бас тартамыз. Неге? Өйткені кез келген жерде сергекті қойып тастады ма? Қойып тастады. Телефонмен сөйлесесің, штраф келе ма? Келеді. Страховканың бағасы қазір 100 мың, но алғашқы 2-ші, 3-ші класстағыларды 200 мыңға дейін шығарып тастады. Саған тиімсіз бе? Тиімсіз. Бензиннің бағасы қымбаттай ма? Қымбаттайды. Сен бір жерден бір жерге жету үшін қоғамдық көлік қасынан зу өтіп өте шықса, сағаттап жете алмай пробкада тұрсаң, саған көлік керек па? Керек емес. Көлікке деген сұраныс жоқ па? Жоқ. Баға түсе ма? Түседі. Сол кезде сен тұрасың да қойшы дейсің, сен өйткені бір жұмыспен көлікке отырдың, пробкамен 2 сағатта жеттің, банктың алдына келдің, не ол жерде парковка жоқ, қоя алмайсың. Не бір қонаққа барсаң, не ол жерде қоя алмайсың, айналып жүресің, айдалаға қоясың, одан сен сол ЛРТ-ға отырып сол үйде жаяу келесің. Сонда сен естисің, бұл көліктің қажеті жоқ маған, не сатып жүресің, одан да 200 теңгеге ЛРТ-ға отыр, немесе үйдің жанында автобусқа қазір кіресің, Кондеру деген сап салқын, бұрынғыда ескі мынау шаңып жүрген автобустар жоқ мысалы Астанада. Сондықтан сіз не істейсіз? Қой дейсің де, автобусқа отырасың, ЛРТ-ға отырасың. Өткенде президенттер келген кезде бәленбай сағатта пробка болды. Осының рахатын көрді ғой, анау аэропортқа барғам, аэропортқа қуанды, мынау болмаса мен қалып қалады екенмін, вокзалға барғам, вокзалға барды. Енді бұл қазір ерте болып тұруы мүмкін. Болашақта сіз өзіңіз айтып жатсыз, жылына біз 60 мың, 90 мың, 100 мың машина шығарайық. Оның барлығына қазір бір үйде 2-3 машина бар. Әйелінде, өзінде, баласында, атасында, енесінде деген сияқты. Бас-басына машина бар. Маңайда парковкада, паркингта орын жоқ. Мәселе бізде проблема. Сондықтан сол кездегі мен сюжетті жұлқынып барып бір ашуланып жасадым. Не керек? Өзі пробка болып жатқанда одан сайын көшелерге автобус кімге қажет деп. Сонда мен өзімнің ләззатымды, рахатымды төлеп бара жатыр екенмін. Қазір енді қабылдап отырсың. Қазір қабылдап отырмын. Мен керісінше қазір әттең бір енді бізге Астанаға емес, болашақта пробка болып қалса, мен автобуспен жүре беремін. Мен қазір көлікті көбіне бала-шаға үшін аласың да, бала бақшаға барасың. Қазір музыкаңды қосып аласың, кейде мен автобуспен жүремін. Сап салқын, тіпті орынға да таласпаймын мен. Бір бұрышқа тұрып аласың, неге қарайсың, қаланың кереметіне қарап, жететін жеріңе жетесің. Барғаннан кейін көлікті қай жерге қоямын? Пробкада біреу қиып кетпейді, қиып кете ма шатағың жоқ. Өзіңмен өзің. Мынау кәдімгі адамдар бар ғой, мына көліктің көптігінен, екіншіден мынау кредиттің қысқандығынан, қымбатшылықтан ба, ашулы, агрессивный кәдімгі адамдар. Өте дұрыс айтасың. Өте мынау мен қазір өзімді Алла тағала мен сабыр берші деп отыратын болдым. Кейде мен баяғыда былай болатын, біреу қиып кетсе соған өзімдікін дәлелдеймін деп анаған барып сигнал басып боқтасып тоқтайға қазір ол 90-шы жылдардың заманы емес. Қазір сен қанша денсаулығың сенсе де біреуді ұршы сен, маңайда камера не за что сотталып кетті. Мен журналист болып жүргенде білемін, солай ерегесіп өліп кеткен адам бар, өліп кеткен жігіт бар. Екі жігіт ерегеседі, анау қиып кетеді, анау барады да шық дейді, машинадан шығады, машинесін тепкілейді, анау тұрып екі ұрған кезде боксер жігіт деген ана жігіт жап-жас жігіт біз оралпас қайтыс болып кетті мысалы. Кімге керек? Не болмаса мүгедек болып қалады, немесе сотталып кетесің, немесе айыппұл арқалайсың. Сондықтан қазір көлікте келе жатсың ба, қиып кетсе ештеңе емес, бір-ақ ауыз сөз айтсын, кешірші братан деші, анау риза болады да жүре береді. Ал сен соған кетсең кет, немесе бәленбай деп боқта, тоқта дейді, тоқтайсың, соңы ерегес, соңы төбелес, оның ешқандай жақсылыққа апармайды. Бұл 90-шы жылдарда қазір төбелесе кетіп жең кетіп мә деп кете беретін заман емес. Қазір кешірші братан, ренжімеші, байқаусызда абайсызда болып қалды десең. Міне керемет айттың. Өткенде бір қарындасымыз келе жатқан ғой мына Ұлы Даланың бойымен. Сөйтсе дәл жаңа өзің айтқандай бір жігіт
қайта жарысқан ғой енді. Сөйткен жаңа қарындасымыз енді өзінің жылдамдығымен барса, анау қасынан өтіп светофордың жақындап қалған кезде сырып кеткен ғой. Енді гаи шақырады, бәрін рәсімдейді, сөйтіп жатса ана жігітке айтқан ғой, ненің қызметкері. Бауырым, неге сен бұлай еттің десе, айтады дейді, ол маған бүйтіп аварийге жағып рахмет айтпады деп дейді да. Қараш, басына бәле тілеп алып отыр да, қараутса ол айыппұл. Қанша адамның жұмысынан қалдырды 2-3 сағат, қанша елді пробка тастады кешке осындай уақытта. Мысал деймін да енді. Сол сияқты менде мынадай сөз бар, жиі айтатын сөзім бар, осы жерде жазып қоюға болады. Мәселені керісіп емес, келісіп шешу керек та. Келісу керек. Қажет емес. Керісіп, ешкім баяғыда үлкен кісі ұшпаққа жетпеген дейтін еді. Ешкім төбеге шықпаған керісіп. Ол кетіп қалған керісетін баяғыда моңғол, жоңғар, қалмақ, қазақ деген ол дәуір өтті ғой ол. Біз қазір дипломатиямен келісіп, енді қателік кетсе кешірім сұрайық, өзіміз де кешірім сұрайық. Ол кешірім сұрамаса да өте беру керек. Енді ол бір өмірдің заңдылығы. Енді Санат мырза, менің әріптесім болдыңыз, бір уақытта. Кейін бизнеске келдің. Оның ішінде автоға қатысты сала ғой, енді авто қызмет көрсету деп айтайықшы. Қалай енді психологиялық қабылдау қалай болды, қандай қиындықтар бар, адамдарға бір пайдасы тисінші деген мақсатпен қойып жатырмын. Осы сұрақ негізі менде жоқ еді да. Мүмкін басқа бір адамдарға пайдамыз тиетін шығар осы өзің пікіріңнен кейін. Енді мен ойлағандай бизнес, мен ойлағандай кәсіп басқа екен. Біз ойлап жүргенде, өзіңіз білесіз, жалпы мынау әр жерде айтып жүремін, журналист болып жүрген кезде мен 10 жыл мида пысырып жүрдім. Енді 10 жыл журналистикада жүрдім, көрдім, жастық шақ өтіп барады, бірдеңе бастау керек. Содан кейін бізде неге кеттің сен журналистикадан, ақымақ екенсің дейтін адамдардың қайсысын айта бере алмайсың да. Бізді көбі мынау экраннан көргеннен кейін, әлеуметтік желіден көргеннен кейін бұлардың жағдайы, өйткені біз үкіметте жүреміз, Ақордада жүреміз, министрдің қасында жүресің, депутаттың қасында, осындай жерде жүреміз деген сияқты. Содан бізді ойлайды екен, бұлардың айлығы 2 миллион, 3 миллион жағдайлары деген доп деп ойлайды екен былайша айтқанда. Енді журналистің айлығы шайлығына жетпейді, мойындау керек, осы жерде айту керек. Әңгіменің ашығы. Бірақ журналист байқұстар оны сыр білдірмейді. Олар сол жақсы дүниесін ғана көрсетеді. Әйтпесе біз сол Қазмедиада бір-бірімізден тамаққа, қарызға ақша сұраймыз. Зарплата, айлық деген ол айлық, білесіз, иә? Өмір ғой, айлықтан айлыққа жету үшін мына шындығын ашығын айтқанда бір ай зарығып күтесің. Өйткені ақшаң бітіп қалады, тамақ алуың керексің, ана досыңнан 20 мың, ана досыңнан 30 мың қарыз аласың, оның сыртында кредитің бар, ипотекаң бар, айлық аласың, таратып беремін ғой. Таратып бересің, бір босап қаласың, рахат. Содан бір азын аулақ қалады, ол 10 күнге жете ма, жетпей ма? 2-3 күн бана бір неде жүресің? 2-3 күн жүресің, қайттан сол мына шұңқырда айналып жүре бересің. Енді айналасында көп журналистер енді біреу концерт жүргізеді, біреу той жүргізеді, әйтеуір нәпақасын сөйтіп тауып айтып жүреді. Сондықтан сол мида жүрген дүние мынадан кету керек. Бірақ енді журналистика жұмысты қатты сүйесің ғой, енді ол жақсы көресің, кете алмайсың, зона комфорта деген болады. Сөйтіп жүрген кезде аяқ астынан мынау Қазмедиада бір талып құлап жүрегін қағып давлением көтерілетін бір ауру пайда болды. Скорый шақырады, алып кетеді, денсаулығың жақсы, жүректі тексертем, холтер қоям, жүрегің жақсы, мына басты МРТ-ға түсірем, бүкіл сосудтар бәрі жақсы. Соңында бір врач айтады, сен мына денсаулықпен саған айға шығуға болады, сен не істеу үшін оны? Сол кезде бір сен барда психологпен жұмыс жасашы, сенде панический атака деп. Содан мен анау Қазмедиа орталығын өзіңіз білесіз, терезе жоқ, ауа кірмейді. Мен сонда кірсем жүрегім қағады, қайттан басталады, жүрек қағады, қайттан басталады. Сол кезде ойладым, бір күн емес, бір сәтте 10 минутта арыз жазып мен жұмыстан кетем деп. Сол сәтте нетіп, сосын мен осы салада жүрген, маған көмектескен, бірақ осы салада жүрген, бизнесте жүрген достарым болды. Осы авто саласында жүрген, солардың ақыл кеңесімен мен сол салаға бірден қойып кеттім. Сондықтан мен ойлағандай болмады. Менің түсінігімде, мен осындай қаржы бөлем, анадан қарыз алам, мынадан кредит алам, мына жақтан өзімнің магазинімді ашып қоям, мына жақтан сатушы қойып қоям, мына жақтан жанынан қызмет көрсететін, майсу айырбастайтын гараж арендаға алып қоям, ол жерге бір жұмысшы қойып қоям, өзім чай кофемді ішіп, костюм шалбарымды киіп, кешке кассаға барып, ақша санап алып қана жүрем. Таңертең бір бақылаймын, камералар қойып қоясың ғой, енді қазір телефоннан қарап отыра бересің. Телефоннан онлайн қарап отырам, кешке барып ақшасын сыпырып алып санап жүрем деген ой болған. Сондай мақсатпен
кәсіпті бастап кеттім, бірақ мен ойлағандай емес екен. Сен кәсіпті бастайсың ба, сен тіпті шаштараз ашасың ба, сен шаштараз болып жұмыс істе. Сен азық-түлік магазинде сен кассада отыр да қара жұмыс істе. Сен ұста ашасың ба, кәдімгідей мотористсің ба, сен моторист болып май болып біреуге жалданып жұмыс істе бастапқыда. Бизнес бірден бастап. Міне керемет айттың. Жалданып жұмыс істе. Сен сол май ауыстыру орталығыма сен бар да қара жұмыс. Бір ай немесе жарты жыл мен сенде жұмыс істейінші, азын-аулақ тиынға болса да. Ол саған үлкен тәжірибе. Одан кейін сен барып зерттейсің, одан кейін білесің, одан кейін барып сен сол бизнес бола ма, болмай ма. Менен келіп сұрайды, братан, осындай бір сен сияқты бір бизнес бастап жүрмін, қанша ақша керек дейді. Енді сен оған қайтып түсіндіріп айтып отырасың, мынанша ақша керек, мынанша. Мен айтамын, сен менде бір ай келіп жұмыс істеші осы жерде. Сосын мен саған айтайын, ақшасын да айтайын, болатын бизнес па, болмайтын бизнес па, сенің жаныңа жаға ма, жақпай ма, қолыңнан келе ма, келмей ма, сосын сен өзің түсінесің. Егер де сонда сенде қызығушылық пайда болып, ананы сұрап, мынаны сұрап, қызығып кетсең, іліп әкетсең, мен саған бастан аяқ тегін үйретейін. Қайсыны қайдан алу керек, қайсыны қайда салу керек, қанша ақша құрту керек, ана ақшаға мынаны салмау керек, қай көлікке қандай май құйылу керек, қандай көлікке қандай фильтр қойылу керек. Қазір Қытай келгелі тіпті басымыз қатып кетті мына. Мына фильтр, мынаған неше түрлері бар дейсіз ғой. Неше түрлі, жаттап үлгермейсің. Мына фильтрдің енді номерін тауып, енді бір Қытайдан аннан-мыннан тауып жатсаң, екіншісі келеді мысалы. Сосын мысалы қазіргі жаңа көліктердің көбі гарантиядан шығып жатыр, автосалондардан, мынау частный нелерден қызмет алып жатыр. Өйткені мына автосалондар қызметін өте қатты қымбат. Мысалы бізден май, суын, бүкіл фильтрін мысалы 30 мыңға ауыстырса, олар 70-80 мыңға дәл сол фильтрді, дәл сол майды. Олардың да бір саясаты бар шығар, өйткені жауапкершілік көп алғысы келмейді. Бәлкім солай қымбаттатып, бәлкім оларды гарантиядан шығарып жібергісі келіп жатыр ма. Енді оны мен анық қанығын ол жағын білмеймін. Сондықтан да мен сол жаңағы әңгіменің қысқасы, сол бизнес бастағыңыз келе ма, біліп алыңыз, қолыңыздан келе ма, келмей ма. Сосын сіз өзіңіз жаныңызға қай сала жақын, сол салаға барыңыз. Егер қойып кету болмайды екен. Сондықтан мен қойып кеттім, өкіндім кәдімгідей. Қайтан ба мынау жарты жол. Қадалған жоқсың ба? Қарызға берген жоқсың ба? Енді бастаған кезде кредит қарыздарым бар енді, бірақ мен енді ол бизнес болғаннан болады ол. Бірде минус, бірде плюс. Қатты немес, бірақ менің неткенім, мынау менің қолым ба? Жаңағындай мен жұмыс істеп жатасың, желкеңнен келіп, братан, мен сені телевизордан көріп жүрдім ғой. Біз сенімен мақтанатын едік қой ауылға барып. Мына жүрісің не деген кезде анау бар ғой, психология қатты әсер етеді. Ана эгосын адам сындырып неғып жүреді ғой. Сынып қалам, расында мен не істеп жүрмін, бір байып кеткен, тауып жатқан, қырып жатқан ақшам жоқ. Содан мен бүйтем, Талғат Сақан деген кәсіпкер ағамыз бар, өзіңіз білесіз. Кітабын сатып алдым, оқыдым, кітабын сол кезде алдым, кітабын оқымас бұрын осылай шай ішейікші аға, енді өзіңіз кәсіпте жүрсіз ғой деп екеуміз шай ішіп отырып, аға осылай да осылай, енді таниды ғой мен баяғыдан. Осылай қанша болды бизнес бастап жүрген? 2 жылға жуық болды, 1 жылдан енді астым. Так, ана жақта айлығың қанша болды? Осыншама болды. Енді аға мен қатты қиналып кеттім аға. Осындай әңгіме болып жатыр. Енді өзім кезінде журналист болып жүрдім, білесіз. Сол салаға қайтсам қайтеді деген сияқты сұрақ айтып едім. Ол кісі тыңдап отырды да, о жақта айлығың қанша? Осыншама. Так, жасың қанша да? Осыншада. Так, о жақта бұрын қанша істедің? 15-20 жылға жуық. Так, барда қайттан бір 15 жыл істепса, сосын сен 60-тан асасың ба? Иә. Сосын пенсияға шығасың ба? Иә. Сосын барда пенсияға шық, сосын сенде 150 мың пенсия болды, басқа ештеңе болмайды. Бара бер қайттан есігің ашық дейді. Ойланып қалдым, ана бір ақ ауыз сөз. Мына кітапты ал деді, кітабын алып алдым, жарайды, сосын оқимын. Сосын ойланып отырмын, рас барайын. Казмедиаға барсам, әйтеуір екі қолға бір күрек табылар, телевидениялар, енді опыт болғаннан, тәжірибе болғаннан кейін. Әлі жассың, мүмкіндік бар, қуана алар, жарайды олар. Қайттан барармын, қайттан сол айлық, қайттан сол шұңқырға кірермін, қайттан сол қарызға кірермін деп қайттан ойланып, есімді жиып, қайта алға бастым. Енді шүкір мен қазір қайттан бүйтіп келе жатырмын. Енді бір ойлап қаласам, ол айлық деген ол айлық. Енді мен қазір анау менің әңгімем тыңдап ойбай да бар бизнеске қойып кетпеңіздер деп жатырмын да. Бірақ сіз күнделікті қызмет көрсететін бар, мына жақта дүкенім, саудам бар, әйтеуір күнделікті қалтаңда бір 5-10 мың теңге ақша жүреді. Аяқ асты той болады, аяқ асты өлім болады, ешкімнен қарыз ақша сұрап жүрмейсің. Бір жақсы. Айналымда ақшаң бар. Айналымда ақшаң бар. Иә, күнделікті енді әртүрлі. Күнделікті қазір жүгіріп бар бала шағаңа бір қауын қарбыз, банан алма алып бару үшін сен ана жақта жүрген кезде қолма-қол ақша беремін ғой, айлық бір ай күтесің зарығып. А сізде күнделікті айналымда бір миллиондаған ақша болмаса да қалтаңда бір 20-30 мың теңге жүреді. Кез келген уақытта, кез келген. Бірақ енді осы мәселемен мысалы кәсіпкерлерге тағы да мен тыңдап алсай дейші, менен қарыз ақша сұрайтындарға айтайыншы. Бізде ешқашан ақша болмайды. Мен қарызға мысалы қалтамда 100 мың тұрса, сізге бір айға қарызға мен неге беріп қоюым керек? Мен одан да оны айналымға қойып, мен 100 мың, маған айына 100 мың теңге түсіріп тұрады. Мен неге сізге 100 мыңды қатырып қоюым керек қарызға беріп? Өйткені сіз бермейсіз маған уақытында. Керісінше қолдауымыз керек қой сіздерді. Мен соны айтып жатырмын, керісінше. Кейбір достарыма да, әріптестеріме де айтамын.
баға түсіруді мен аса бір қатты ұнатпаймын. Өткенде автокөлікте нені дөңгелегін ауыстырып жатыр. Мен айтамын, керісінше үстіне 10 мың қосып берші, ана өзіміздің журналист болған бизнесте түсінік осылай болу керек. Марғұлан Сейсенбай ағамыз айтады да, бизнес жасайтын кезде дейді, маған жастар келеді дейді, өзің сияқты. Сөйтіп Мәкең айтады екен, жақсы, мен саған ештеңе демеймін, бизнес бастағым келеді. 20-дан сәл асқан жігіттер ғой. Олай болса сен менің қасымда жүресің ба? Портфелімді ұстап, мен күнделікті жиналысыма қатысып, мен жүрген жолмен жүріп, аға маған сол керек дейді екен. Сол керек, мен солын айтайын деп тұрмын, сіз айттыңыз деп, сол жерге Марғұлан аға барады екен Мәкеңе. Дәл өзің сияқты ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, Сабрадай ағамыздың сөзі бар, әр қазақ менің жалғызым дейді да. Шын мәніне келген кезде әр қазақ біздің жалғызымыз. Сіздің де біздің де мақсатымыз осы, бір пайдалы подкаст болсын, бір дұрыс дүниені алсын. Ол қазір сен миллиондарға жетпеген шығарсың, бірақ сен қадамдармен жетесің, солдай болса. Кәсіпті ақырын барасың. Ал енді жаңа айттым ғой, үлкен бизнестің түрлері бар, көп шығын келтірмейтін бизнестің түрлері бар. Ол айттым ғой, түріңді сатасың, миыңды сатасың, немесе арыңды сатасың, барыңды сатасың. Бірден байып кетеді. Мен ондай чектерді бір подкастта өзіңе көрсетейін, бір адамдардың чектерін. 100 миллионға дейін 200 миллион. Ол психологияда сондай адамдардың жаңағы мотивациясын өзі бизнесте жоқ, жаңағы сіз айтқан, жинап алып, соларды тыңдап талай жұмыстан шығып, қарызға батып, кредитке кіріп кеткен жастарды білемін мен. Бар, ондай да бар. Ана кімнің, Ғабит Мүсіреповтің сөзі бар ғой, соғысқа бармаған жазушылар соғыс туралы роман жазбаңдаршы сендер барыңдар, соғысыңдар. Жаңағы енді Бауыржан атамыз бар, Әзілхан Нұршық, оларға сөз жоқ дейді. Ал анау соғысты көрмегендер сендер жазбаңдаршы дейді. Сондықтан да бизнес бастамаған, бизнес көрмеген құлам жоқ. Және Марғұлан Сейсенбай, Талғат Сақандар, олар қалай айтса да жарасады. Давлатов та жасады ғой. Иә, олар бизнестің шыңына көтеріліп, құлап, қайта шыңына көтеріліп жүргендер. Олар білет, олар тыңдаңдар, кітабын оқыңдар. Мен әлеуметтік желіге Талғат Сақанның кітабын оқыдым да, керемет шабыттанып, эмоциямен кәдімгідей ұрып жібердім. Ананы әлеуметтік желіде менен қанша Талғат Сақанға ағыз звондадым, Талғат аға ол кісі маған жарнама жаса деп айтқан жоқ. Ана номерін беріңіз, мен қарап жатырмын жақта. Анау кім айналысады десем, ойбай қазір бір қыздың номерін берейін. Сонда соны менің сөзімнен ақ ана как будто Талғат Сақанның ана кітабын оқыса байып кетемін деген немен уже мен айтып қалдым, мен түсінемін. Мен байып кетемін деп ойлама. Сіз кәсіп баста, бірақ бір пайдалы жақтары өте көп. Соны ал, бірақ ана эмоциямен ұрып барып ананы қадалып барып кредит алып Қытайға ұшады. Мен Қытайға барғанда көп қазақтың жастары жүр. 1-2 миллион салып алып, не ашсам, не сатсам деген өте қате түсінік. Мен де міне бір апта бұрын ғана осы эфирді көргеннен ол інім мүмкін айтуы мүмкін, бірақ сонда да айтайын. Ол жігітке де айттым. Іншек қой, Қытайға бара жатырмын, жаңағыдай әрқайсысы қалталарына 2-3 миллионнан салып, бір ай болайық дейді. Мен айтам, мен Қытайда болдым бір ай деймін да. Бір айда Қытайда сен 2-3 миллион теңге жай кетеді. Қытайлар сосын 2 миллионмен сөйлеспейді. Адам құрлы көрмейді. Соны айтам ғой. Сөйтсем мен завод фабрикаларға көріп, жаңағы тікелей басшылар, мен айтам, біріншіден сен ойла, енді 2-3 миллион кетті дей бер деймін да. Просто ауаға кетті дей бер деймін. Сөйтіп қабылда сен бір ай бұрын, бір ай баратын кезде. Сол сияқты Саке, рахмет. Еңбегің табысты болсын, адал еңбек, кәсіп деген нәрсе қазақты түбінде көтеретін кәсіпкер мықты азаматтар ғой, Сәке. Біз ауызбен айта беретін халықпыз. Мен айтам да, қазір қарап отырсақ, ойшылдардың уақыты кетті. Біздің бабаларымыз мықты ойшылдар болған. Бізге қазір ойдың қажет жоқ. Дұрыс айтасыз. Ойсыздардың уақыты келді. Ойсыз деген не? Мына жағыңа келді ма? Істе. Құласаң да істе, тұрсаң да істе, үстің қақта істе, костюмың жыртылып кетті ма? Көйлекпен жүріп істе. Сондай уақыт қазір. Сондай уақыт. Өйткені әлем өзгеріп, жаңа айттым ғой, құндылық өзгеріп. Қазір секунд сайын жаңа айтып отырмын, бір ғана май ауыстыру неше түрлері пайда болды. Міне, біз бұны қабылдасақ та қабылдамасақ та өмір. Дұрыс. Сондықтан Сәке, осындай тәуекелге, осындай қым-қуыт тіршілікке, қиындығына қарамастан кәсіп бастап жатқаныңа тек берекелі болсын деген тілегіміз бар. Аман жүр, абыройлы бол. Қазақтың авто нарығы, қазақтың саудасы берекелі бола берсін. Ардақты ағайын, осы тұстан подкастты аяқтайық. Сіздерге де әр қазаққа амандық тілеймін.